Баршаңызға сәлем. Менің каналыма қош келдіңіз. Міндетті түрде тіркеліп, қоңырауша батырмасын басып кетіңіз. Бүгін сіздермен осындай ванильный пирог жасайтын боламыз. Өте күтірлеген, әдемі, үгітіліп тұрған, ерекше дәммен керемет пирог болып шығады. Міндетті түрде менімен бірге дайындап көріңіз. Ең алдымен бір ғана жұмыртқаны ыдысыңызға жарып алып, үстінен қантты қосып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Құрамы өте қарапайым, жасалу жолы өте оңай, ингредиенттері де қарапайым, тез табылатын, өте қолжетімді, әдемі үгітілмелі пирог болып шығады. Тестісі де өте үгілмелі, ванильді дәммен өте ерекше болады. Міндетті түрде дайындаңыз. Енді бөлме температурасында тұрған үстінен сармайымызды салып, әрі қарай илектен өткізіп, ұнымызды салып, одан кейін разрыхитель, яғни қопсытқыш салып, әрі қарай пирогымыздың қамырын илейтін боламыз. Дәл осы пирог секілді жасалу жолы оңай, қолжетімді заттардан жасалатын әртүрлі пирогтардың, выпечкалардың әртүрлі рецепттері менің каналымда бар. Міндетті түрде тіркеліп, басқа видеоларды қарап шықсаңыз болады. Пайдалы болатынына кепілдік беремін. Міндетті түрде қарап, бірге жасап шықсаңыз болады. Міне қамырыңыз осындай өте жұмсақ, біркелкі, әдемі текстурада шығуы керек. Одан кейін салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін жұмыртқамызды алып, одан кейін үстінен қант салып, және ең осы пирогтың негізгі бөлігі ол вареная сгущенка. Оны да осы жұмыртқамен қантқа араластырып салатын боламыз. Міндетті түрде сапасы жақсысынан, видеодағыдай өте қою түрінен алғаныңыз дұрыс. Өйткені тым сұйық түрлері болса, кішкене бұзуы мүмкін салмасын, яғни сұйықтау болып кетуі мүмкін деген сияқты. Сондықтан сапалысын алғаныңыз жақсы. Және қаймақтың 20%-ығын алып қостым. Енді осының барлығын жақсылап араластырып алыңыз. Менде ыдысым кішкентайлау болғаннан кейін үлкен ыдысқа салып араластырдым. Ешқандай миксердің қажеті жоқ. Венчикпен аралассаңыздар да болады. Бастысы қанты кішкене еріп, барлық салмасы біркелкі болғанға дейін венчикпен соғып отырып жақсылап араластырыңыз. Одан кейін тестіңізді формаға осылай орналастырып, тесті көтеріліп, жаңа салмасында бір жаққа қарай итеріп жібермес үшін, яғни салмасы бір жаққа қарай кетіп қалмас үшін, міндетті түрде шанышқының көмегімен әрбір жерінен тесіп жіберіңіз. Одан кейін салмасын құйып, лопатка, яғни күрекшенің көмегімен барлық жеріне бірдей жеткізіп, және көтеріп кішкене стөлге соғып жүрсеңіз де болады. Сол кезде барлық жеріне бірдей барады салмасы. Енді осы пирогымызды алдын ала қызып тұрған 180 градуста 35-40 минут пісіріп аламыз. Әрине өзіңіздің пешіңізге байланысты. Уақытын қарай отырып, бақылай отырып пісіріп алғаныңыз жақсы. Шамамен 35-40 минуттай пісіп шығатын болады. Өте нәзік дәмімен, салмасымен бірге тестінің өзі үгітіліп тұрған өте нәзік пирог болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіз. Міне менде осындай болып шықты. Видео ұнаған болса, сізге пайдалы болған болса, міндетті түрде арнама тіркеліп, лүпіліңізді, пікіріңізді жаза кетіңіз. Өте сәтті шыққан пирог болып шығады. Міндетті түрде жасауға кеңес беремін. Күндеріңізге сәттілік тілеймін. Келесі видеоларда жолыққанша.